Сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Видеоны қарамастан бұрын подписка жасап, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ендеше кеттік. Бүгінгі біздің тақырыбымыз видео монтажы қалай жасауға болады. Яғни жай видео түсіріп, соны қалай әдемі монтаждауға болады деген тақырып. Бізге ең бірінші мобильді қосымша CapCut жасап көрейік. Кіреміз, новый проектті басамыз да, өзіміз түсіріп алған видеоларды бәрін жүктеп аламыз. Кезек-кезек барлығын жүктеп алатын боламыз. Енді астына добавить басамыз. Енді мына жерде видеомыздың бәрі түсті. Менің бір видеом примерно 2 минут әртүрлі екен. Біреу 2 минут. Яғни әртүрлі ұзақтығы. 10 минут, 7 минут, 10 минут. Соның барлығын біріктіретін боламыз. Ең әуелі біз мына жерде форматын таңдап аламыз. Холст таңдап аламыз. Форматы мен YouTube-ға сайтын болғандықтан мына жерде 16:9 деп жасауға болады. Мынандай болып тұр. 16:9 деп. Енді осынысынан бізде фон жасайық. Осындай кезген фон. Енді форматы әркімде әртүрлі. Instagram сторис жасаңыздар 16:9 болады. Мен YouTube канал жасап жатқандықтан менікі жалпақ болып тұр. Осылай фон деген жерден кезген фонды алып қарай беруге болады. Мен кішкене мынаған сәйкестендірген фон қарам келіп отыр. Мына фон, жасыл фон жақсы келетін сияқты. Осыны алайық. Применить ко всем десеңіз, яғни барлығына осы фон түсетін болады. Галочканы басамыз. Кейін қарай шығып кетеміз. Енді осы жерде видеолардың барлығын кішкене қысқартайық. Барлығын қысқартуға, немесе қысқартып басаңыздар өзің білесіздер. Мына жердегі дұрыс түспеген жерлерін бітіп жасауға болады. Каждыйын әкеліп аламыз. Мына жерде соңғы жақтарын бізде кетіп тастайық. Видео көп болып кетті бізде. 1 минуттық видео екен. Сондықтан мына 1 минуттық алайық тек қана. Соны көрсетейін. Өзен қалған жасап беруге болады. Енді видеомыз осылай шықты. Фотосын громкость өтсау үшін біз нөлге басып тастаймыз. Және түсірген видеодағы ұзақтардың бәрі алып қалатын болады. Біз қазір оған әдемі музыка қоятын боламыз. Сол үшін басып тұрамыз видеоны, громкостьті барымызды нөлге басып тастаймыз. Және апарып тастайық та. Соңғы. Енді келесі. Енді мысалы біз видео түсіргенде қолымыз бұлдырап тұратын болса, онда видеоны былай дұрыстауға болады. Видеосын басамыз, белгілеп аламыз, және астындағы стабилизация деген бар. Міне. Соған қоямыз, мынаны шкаланы былай көтереміз. Галочканы басамыз. Біздің жерде процент шығады, кейде шықпай қалады. Багажын істеуге болады. Егер дұрыс түсірген видео болса, оны істемей қойған болады. Просто ғана түсіргенде қол бүйтіп селкілдеп кететін болса, соны сол видеоны құтқарып қалуға болады. Мен барлығын істеп шығайын, бір қолдан болсын. Жасалды. Енді кеттік. Арғай. Енді мына жердегі осылай әдемі әкелу үшін жерге переходтарды әдемі қойымыз керек. Әдемі келу үшін жерде переходтар өте көп. Мысалы, мынандай переход істесек. Мындай болады.
мынаны қойып көрейік. Мына бүйтіп қараймыз. Мына кішкене басқасын алған жақсы сияқты. Өте әдемі кетті. Және мына жерде переход істеп көрейік. Мына секундына байланысты бүйтіп істеуге болады. Көбейтіп азайтып. Өте әдемі кетті. Және мына жердегі тағы переход істеп көрейік. Мына жерде камераны басуға болады. Соцсети, MG, слайд, яғни барлығы бар. Бәрін қарап, қосап көруіңізге болады. Сіздерге мына жердегі ең оңай жолын көрсетіп жатырмын. Мынаны кішкентай алып қойсаңыздар, переход көрінбей қалады. Мен көбіне осылай көтеріп қоямын переходты. Кішкене переход әдемі болу үшін. Солай көтеріп қоямын. Өте әдемі болды. Мына жерде де әдемі бір керек болады. Қарап көрейік, қалай шығады екен. Ода әдемі кететін сияқты. Қарап көрейік, қалай шыққан. Мен мынаны алғым келіп тұр. Бұны алдық қой. Жоқ, мынаған. Осы әдемі келді. Және соңында концовкасында удалить деп астына алып тастаймыз. Енді видеоны кішкене үлкейтейік. Және мына жерге біз музыка қоя аламыз. Астына эффектті берейік. Эффект видеоны қарайық. Міндетті видео эффекті өте көп. Мына жерден кез келген ала беруге болады. Сонда сіздің видеоңыз өте жақсы шығатын болады. Бүйтіп қарай берсеңіздер, енді өте көп. Тренд деп тұр. Бұнда жүктеп алу керек, басып. Жүктеп алып болып, қараған жақсы. Себебі бұның барлығы ашылып тұрмайды. Өте әдемі бар екен, қарап көрейік. Мынаны қосқым келіп тұр. До конца видео қосайық. Өте әдемі келді. Енді тағы қарап көрейік. Жаңалған. Лупадан әдемі екен. Әдемі көрінеді екен лупа. Және тағы қарап көрейік. Енді көп мына жерде ала берсеңіз өте көп. Мынау кішкене баратын сияқты. Деге шығып кетті. Түртсек. Лупадан кейін бізде кішкене более. Былай сайын келіп тұр. Жаңа осенний краска деген сары түсті берді. Сонда жасауға болады. Осылай достар, барлығын жасауға болады. Мына жерде стикер деп тұр. Стикерде пайдалануға болады. Енді стикердің жерде неше түрлісі бар. Барлығында бүйтіп ашып қолдануға болады. Мына жерде стикердің түрі бар. Видеоның қасына
мысалы ана видео салып болғаннан кейін мына жерге видеоның жағына қоюға болады, сыртына. Былай сыртына да бүйтіп видео қоя беруге болады. Былай ұзыннан өтіп қоя беруге болады. Мына жерде музыканы басып, музыка қоямыз. Мына жерден таңдап музыка қоюға болады. Мен қоймаймын. Осылай бізде мынандай әдемі видео шықты. Қарап көрейік. Достар, егер сіздер сториске салсаңыздар, бұл формат осындай үлкен форматта болады. Мен жерде ютубқа салып отырғасын менің жалпақ болып тұр. Сондықтан түсініп отырсыздар ғой. Осылай әдемі видеоны, кез келген түсірген видеоны өйстіп переходпен, музыкамен, эффектілімен әдемілеп капкатқа жасауға болады. Достар, видео пайдалы болса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Кездескенше.